шыққан сүйел ата жұрт қана бар. Мойындама. Ана биліктің маймылы Айдос Сорым деген есек бар ғой. Аузы қисық болса да Айдос Сарым сөйлесін деп айтқан сайын аузы бір жағына қисайып кетті ананың. Көрдіңдер ме? Өтірікті айта бергеннен кейін аузы қисайып кетіпті. Байқадыңдар ма? Өзі беттеген кеткен шошқадан арман болып, іркілдеп ағып, анауың енді жуырда сол бір аурумен өліп кетуі мүмкін анау. Айдос Сарым де. Өз адам түсінбейтін бір парадокс құбылыстар бар. Қазақстандағы нөмірі бірінші ресейшіл Айдос. Қазақтар Ресейге қарыз, қазақтар Ресейге төлем алғыс айту керек дейтін сөздерді айтатын Айдос Сарым. Нөмірі бірінші ресейшіл Айдос Сарым. Еуропа, Американ тіс тырнағымен басынан бақайшығына дейін қарсы тұрып жек көретін Айдос Сарым. Ресей Украинаға соғыс ашқанда оргазмға жетіп, буын сүйек балқып кеткен Айдос Сарым. Ана жақта Айдалыдағы Ресейдің Украинаға басқыншылық соғысын қолдайтын Қазақстан депутат Айдос Сарым. Путин жеткен әрбір жетістікке шалбарын шешпей оргазм алатын Айдос Сарым бұл. Телевизордан көріп отырып оргазмға жетіп кететін Айдос Сарым. Осы сүмелек Айдос Сарым Ресейде санкцияға ұшырапты. Ресей оны әсіре ресейшіл деп Ресейге кіруге санкция салып қойды. Ал енді түсініп көр. Сонда Ресей өзін тура басынан бақайшығына дейін жақсы көріп, табанына дейін жалап алатын Айдос Сарымды Ресейге қарсы адам деп санкция салып қойды. Көрдіңдер ме? Бұл ойын. Мысалы, биліктің тағы бір маймылы Абзал Құспан Ресей қуғындап жүрген адамды ауырдың астымен, жеңілдің үстімен, бұлттың арасымен тығылып көрінбей ұшақтан ұшырып жібереді екен. Сосын Абзал Құспан қайтып келіп, деп, ешкімге білдіртпей ұшырып жіберді, масаның қанатының астына жасырып ұшырып жіберіп, сосын өзі деп депутат болып отырады. Қаңтаршылар медсестраны кезектесіп зорлады деп қойып, қаңтарда шыққан бүкіл қазақ сотталады. Бұл жігіттер бұны иығына көтеріп айғайлап жүреді. Бұл қаңтар комиссиясы болып кетеді. Ана ұрғашы маймыл Айман Омаров Тоқаевпен қол алысып жүріп қаңтарды зерттеймін деді. Қаңтарды қырған Тоқаев. Енді соны сен анықта деп өзінің маймылдарына рұқсат беріп қояды да. Міне халықты қалай алжастырады. Кеше Нұразаттық дос көшімнен сұхбат алып жатыр екен, көріп қалдым. Қазақстандағы белсенді саясаткер дейді. Нұразаттықтағы журналистерді мен ойлаймын кейін қайтып жазаласам екен. Дос көшімді саясаткер белсенді дегеннен кейін енді мына журналисті мен ойлаймын тілінен асып қоям бекен. Дос көшім кім? Әміржан Қосановтың сенімді серігі ғой. 30 жыл Назарбаевтың самұрық қазынасынан, Бәйтерек холдингтен ақша алып, қызын Еуропада оқытып. Әміржан Қосановтың маймылы ғой. Дос көшім, Айдос Сарым, Әміржан Қосан, Расул Жұмалы дейтін есекбастар ғой бұлар. 4 есекбас қой. Енді соны Нұразаттық Қазақстандағы белсенді. Ана отыр албар, шалбар болып жаңағы кәртейген кәрі шошқа құсап, теріс салбырап кеткен, бүйтіп былай қарап, әбектіпті деп былай қарап, сәбектіпті деп. Мынау енді күн кейде шығыстан шығады, бірақ шығысқа барып қарасаңыз күн батыстан шығады. Олар өмірі солай өстіп сөйлейді. Олардың сөзін тыңдасаң өзі миың ашып кетеді. Былай қарасаңыз бір сияқты, бүйтіп былай қарасаңыз екі ұқсақ қалады. Бітсеңіз үш сияқты ма деп сөйлейді. Өмірі бірдеңкені сөйлейді. Өмірі Назарбаевты жауыз деп кет. Енді Назарбаевтан басқа Қазақстанның тұрақтылығын кім сақтайды енді? Орнына келе қоятын кім бар деп халықтың санасына сөйтіп ойын ойнайды да олар. 30 жыл сөйтіп ойнап келді. Ел сенді. Не бір мен деген ұлтшыл кісілер осы. Асылдарым ғой, Айдос Сарым, Дос көшім, Әміржан Қосан, Расул Жұмәл деген алтын жігіттер ғой, па деп сенді. Ал енді ауыздарыңыз саңғырып кеткен деген осында болады. Бірінші алаяқ Әміржан Қосанып бүкіл қазақты алдап кетті. Олардың алаяқ ізбасарлары Айдос Сарым парламентте отыр. Сол кезде Әміржан Қосановтың адвокаты болған Абзал Құспан парламентте отыр. Сол кезде Әміржан Қосановтың сенімді серігі Дос көшім
Нұр Азаттықта саясаткер болып сөз сөйлеп отыр. Әміржан Қосановтың ең сенімді командасының бірі Расул Жұмалов Еуропада елші болып отыр. Сонда қандай оппозиция бұлар? Маймыл деген осы. Мен қазақ тілді аудиторияға, қазақты санаға, билеуге рұқсаты бар маймыл, аңырауға рұқсаты бар есек, үруге рұқсаты бар ит деген ұғымды кіргіздім. Осы үшеу бір ұғым. Бұл сәбет құлағаннан кейін жалған демократияға бет бұрған, анығында ашық диктатуралық Қазақстан қоғамының анық бейнесі. Осы үш ұғымды кіргізгенім үшін мен тарихта қалуым мүмкін. Билеуге рұқсаты бар маймыл, аңырауға рұқсаты бар есек, үруге рұқсаты бар ит деген осы ұғымды кіргізгенім үшін мен тарихта ұрпақ 100 жылдан кейінгі ұрпақ мені бағалауы мүмкін. Себебі мынау жалған демократиялы, шын диктатуралы, жалған тәуелсіз, шын бодан Қазақстан мемлекетінің анық, ашық, ажуа суреті осы. Енді кеше Айдос-сарымның бір видеосы желіде тарап жүр екен, жұрт көріп қит қып жатыр екен. Айдос-сарым айтыпты, біз Францияға атом салғызамыз да Әбілезовті алдырамыз, Серікжанды да алдырамыз. Серікжан Біләш, Мұхтар Әбілезов деген арандатушы, біз олар жазасын тартады, олар арандатушы дейді. Білдей бір Қазақстан Республикасының депутатының бұл сөзін біз ағылшыншаға тастай қып аударып, Американың және халықаралық бүкіл құзырлы мекемелеріне, саясаттану орталықтарына жеткіземіз. Бұл Айдос-сарым бізді алдырамыз деп ойламай-ақ қойсын. Серікжан Біләшқа шамаларың жетпейді. Серікжан Біләшқа шамаларың жету үшін шешелеріңнен қайта туылыңдар. Серікжан Біләш қолдарыңдағы кезде бас салып, қамап ұстап, түрмеге тығып тұрып, соттай алмағасыңдар. Неге? Серікжан Біләш бүкіл дүние жүзіне екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамзат тарихындағы ең үлкен геноцидті әшкерелеуші адам. Аты Нобель бейбітшілік сыйлығын беретін Хельсинки комитетінде аталған адам. Біріккен ұлттар ұйымында Серікжанның тұтқындалуы заңсыз деп шешім жасалған адам. Америка конгресінде, Лантон Human Rights комитетінде, Америка конгресінде Серікжан Біләшұлының тұтқындалуы заңсыз деп шешім шыққан адам. Сендер Серікжан Біләшті қолдарыңа түссе, егер өз еріктеріңде болса, Серікжанның етін тістеп бірден абзалың бар, досың бар, Тоқайың бар, Назарбаевың бар, сатып алдың бар, Оқабистің бар, сопы зікіршің бар, Петқоллаң бар, ана бүкіл сектаң бар, бүкіл молда мүптиің бар, имамың бар, тикток имамың бар, молдаларың пәтуаны беріп, Серікжанның қанын ішсең халал өледі, Серікжанның етін жесеңдер халал өледі деп пәтуа беріп, сендер деген талап басымнан бақайшығыма дейін кеміріп жеп алғыларың келеді, бірақ шамаларың жетпей тұр, гәп сонда тұр. Енді Серікжан бұл арада сендерді масқаралап тұр, бір жауабын айтады. Ажалдарың Серікжаннан болады. Ажалдарың Серікжаннан болады. Мен сендерді саяси өмірде беттеріңді ашып, 30 жыл жұрт ашпаған маскаларыңды жыртып, сендерді жер басып жүрген тірі өлікке айналдырған Серікжанмын. Қолдарыңда тұрған кезде тис алмай, же алмай, тістей алмай, қабалмай, тістеріңді шықырлатып, шарасыздан босатуға, түрмеден босатуға, сот залынан босатуға, әуежайдан кетіріп қойып, бармақтарыңды шайнап, деп қайнап, амалдарың жоқ жіберіп қойған Серікжан. Бірінші түрмеден босаттыңдар. Екінші үй қамақтан босаттыңдар. Үшінші сот залынан босаттыңдар. Төртінші аэропорттан босаттыңдар. Не? Сол Серікжан. Енді сендерді жер басып жүрген тірі өлікке айналдырған Серікжан ертең сендерді дарға асады. Бұттарыңа памперстарыңды кигізіп тұрып, 1 жыл, 2 жыл тергеп тұрып, Израиль методыменен бүкіл фашистерді ұрлап алып кеп Израильде жыл жарым тергеп, бүкіл тікелей эфирде, телеарнада, радиода көрсетіп, бүкіл жер әлемнің интеллигенциясын шақырып, сот ашып, ең соңында дарғасып өлтіргендей, көкке шықсаңдар сирақтарыңнан, жерге кірсеңдер шаштарыңнан суырып шығып,
тығылған жерлеріңнен, Африканың құмы мен оңтүстік Американың орманына тығылып, Қытайдың бұтына кіріп кетсеңдерді алып шығып, сендерді дарға асатын адам Серікжан болады. Ай достарым, енді қиялдауға түс көруге салық төлемейсің, қиялдай бер, бірақ ажалың Серікжаннан болады. Бүкіл саяси сатқындар, қазақтың ұлт жаулары, билікте отырған барлық мынау зұлымдар, қазақтың қанын теспей сорып отырған қанішерлер, ұры қарақшылар, Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйедегі барлықтарың айтам, ажалдарың Серікжаннан болады. Қашан айтты демеңдер. Алла бізге осы миссияны жүктеп тұр. Алла бізге дес беріп тұр. Алла біздің қалтамызда көк тиын жоқ кезде триллиондаған ақшасы бар Назарбаевтан үстем қылды. Қалтамызда көк тиынымыз жоқ кезде бір Алланың медетімен, халықтың қолдауымен Назарбаев триллион долларымен істей алмаған істі істедік. Алла бізге медет бергенде Назарбаев 6 миллионнан 12 миллион доллар беріп, мақтап әрең мақала жаздыратын газеттер біздің алдымызда босағамызды тоздырып, сізден сұхбат алуға рұқсат па деп есігімізде тұрды. Алла берген мәртебе. Назарбаев шақырса Ақордаға кірмейтін журналистер біздің атажұрттағы арендасын жарым-жартылай әрең төлейтін мекемеміздің босағасын тоздырды. Назарбаев атын ататқызам деп миллиардтарды шашқан Нобель бейбітшілік сыйлығын беретін Хельсинки комитеті біз ұсталған күні біздің атымызды атап Серікжан нақақ ұсталды деді. Назарбаев бұтқа жіберді сол күні. Неге? Нобель бейбітшілік сыйлығын алам деп аңсаған Назарбаевтың аты ілінбей, қайдағы бір Қытайдан келген қазақ, қалтасында миллиард емес миллион доллары жоқ қазақ. Серікжанның аты аталғанда Назарбаев саусағын қытырлатып шайнады екен. Ай деп шайнады екен. Міне сол Серікжан. Құдай дес берген Серікжан. Әлі сендерді күліп тұрып, ана жақтан мына дүниедегі жауаптарыңды алдыңдар, енді ана дүниедегі жауаптарыңа дайындалыңдар деп біз жаққа аттандыратын адамда Серікжан болады. 100 мыңдаған әскері бар Назарбаев, Тоқаев көзін бақырайтып тұрып, шекарадан шығарып салған Серікжан. Артынан ерген ат төбеліндей азғантай азаматтармен әлемді дүрілдеткен Серікжан бұл. Ал Қытайыңа санкция салдырып, шатқаяқтатып, бүкіл кемесі қаңтарылып, бүкіл зауыты жабылып, бүкіл жылжымайтын мүлкі құрып, бүкіл миллиондаған Қытай аңырап қайыршы болып кетті деп, қайыршылыққа тап болдық деп аңырап отырған, соның бәрін бастаған бізбіз. Қазірге дейін Американың Қытайға салатын 50% салығының 20% сол атажұрт салдырған салық. 20% фентанил салығы, 10% дүниежүзіне ортақ салық. Бүкіл жер әлемнің еліне Трамп салған салық. Сол 20%-ды біз салдырғанбыз. Ойламаңдар. Құдай дәрежемізді көтеріп қойды. Жаратушы дес беріп қойды. Күш беріп қойды. Жаратушы қуат беріп қойды. Жаратушының хикметі шексіз, Алланың есебі шексіз. Өстіп, сендердің 30 жыл қазақты алдаған бетперделеріңді жыртқызып қойды. Міне ол Серікжан. Алла дес беріп тұрса, сенің 100 мыңдаған тәңкің, 100 мың әскерің, 200 мың полицияң, 50-60 мың киембің алдымызда шыбын құрлы болмай қалады. Маса құрлы болмай қалады. Құмырсқа құрлы болмай қалады. Ертең сықырлатып отырып бәріңді таптап, ана сарайларыңды күл талқаны шығарып, керегеңді сындырып, уығыңды быт-жыт қылып, қатын балашағаңды аңыратып тұрып, бүкіл әлем алдында қылмыстарыңды ашып тұрып, сендерді дарға асқан кезде, осы лекцияны тыңдап отырған кездегі не ойда болғандарың естеріңе келеді. Жақсы, аман сау болыңыздар. Сол жақсы күндерге жетуді несіп қылсын. Жаратушы Алла күллі қазақ халқын азаттыққа жеткізсін. Күллі ғаламның иесі, екі әлемнің иесі, күллі кайнатты, күллі ғаламдарды жаратушы жаппар жалғыз ие, ежелден бар мәңгілік, тең жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ Алла
қазақ халқының екі әлемде дәргейіндегі дәрежесін көтеріп қойсын. Қазақ халқын бұл дүниеде бай бақытты, баяшатты, ол дүниеде фирдаусы жәннаттарының қауымдарынан қылсын. Езілген, жылаған, жұмыс таппаған, тентіреген, қарызға батқан, харам өсімге кірген, зұлымдық ұшыраған, әділетсіздікке тап болған, кедейлікке ұрынған, аш жалаңаш қазақ халқын азаттыққа, еркіндікке, бай бақытты, баяшатты өмірге жаратушы Алла жеткізе көрсін. Мынау қазақ халқын аздырған, тоздырған, құл қылып езген, қанын теспей сорған, мал мүлкін ұрлап шетел асырған, қазаққа нақақтан нақақ жала жауып, атып, шауып, соттап, үркітіп, қорқытып, шетелге қуып, өлтіріп, ұстап отырған орыс құл, қытай құл, қазақтың жауы болған мына зұлым биліктің күлін көк ұшырсын, шаңырағын шайқасын, ішкі берекесін алсын, жүректерінен қуаныштарын алсын, өмірлерін быт-шыт қылсын, отбасының ойранын шығарсын, ішкі ымыраларын бұзсын, үрейлерін, қайғыларын көбейтсін, қуаныштарын кемітсін. Қазақ халқын осылардың үстінен азаттыққа шығарсын. Қазақ халқы қалың ұйқыдан оянып, жүректерінде үрейін, уайымын, қайғысын жойып, аққа жақ болатын, қараға қарсы болатын, ақиқат үшін күресетін батыр да сүйікті қауымдарыңа айналып шыға келсін. Ей жаратушы Алла, дәргейіңдегі қазақ халқының дәрежесін көтере көр. Азып тозудан, азғындаудан, зұлымдықтан, жоқшылықтан, кедейшіліктен, мына әділетсіз өмірден құтқара көр. Бұл дүниеде де бай бақытты, баяшатты қыл, ол дүниеде жәннатты қауымдарыңнан қыл. Бұл дүниеде еркін, әділетті, бақытты, уайымсыз, қайғысыз қыл, ол дүниеде өзіңнің сүйікті бақытты құлдарың баратын жәннатта кіргізе көр. Екі әлемдегі нұрлы жарық қыла көр Алла. Қазақтың алтын азаматтарына күш бер, түрмеде нақақ сотталып жатқан қазақтың алтын азаматтарына күш бер, қуат бер, олардың тәніне, жанына ешқандай зәбір зиян жеткізе көрме. Қытайда Қытай кәфірлерінің, Қытай буддистерінің, Қытай мүшіріктерінің езгісінде, тепкісінде, қорлығында, түрмесінде жатқан қазақтарға күш бер, қуат бер, оларды еркіндікке, азаттыққа ертерек шығара көр Алла. Жалпы орыстың, жалпы Қытайдың езгісінде, тепкісінде жатқан, орыс құл, Қытай құл биліктің езгісінде, тепкісінде жатқан жер әлемдегі барша қазақты еркін, азат, демократиялы өмірге ертерек жеткізе көр Алла. Аллахумма раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан-нар би рахматика ар-рахман ар-рахим. Амин. Аллаху акбар. Аман сау болыңыздар, бөлісіп таратыңыздар.